Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы, және бүгін біз логарифмге байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені келесі. 25-тің 4-тен 1 логарифм 5 негіздегі 49 санын ықшамдау керек. Осы есепті шешу үшін алдымен не істейміз? Алдымен осы логарифм 5 негіздегі 49-ты қандай да бір а дейік. Сонда бізде 25-тің 4-тен 1 а дәрежесі болады. 25 дегеніміз ол 5-тің квадраты. Және соған біз осы 4-тен 1 а деген дәрежені көбейтеміз. 2 мен 4 қысқарады. Мықты 2 болады, яғни 5-тің 2-ден 1 а дәрежесі. Осыған тоқталайық. Енді бізде а дегеніміз ол логарифм 5 негіздегі 49. Яғни осы санды біз қазір жеке қарастырайық. 2-ден 1 а дегеніміз ол 2-ден 1 логарифм 5 негіздегі 49. Енді бізде келесі формула бар. N көбейтілген логарифм а негіздегі b бізде жазу болса, онда осы n саны b-ның дәрежесі болып түседі. Яғни бізде 2-ден 1 деген сан алдында тұрған көбейту логарифм 5 негіздегі 49. 2-ден 1 дәреже, яғни 49-дың дәрежесі болып түседі. Логарифм 5 негіздегі 49-дың 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1 дәреже дегеніміз ол түбір асты деген сөз, соны білеміз біз. Яғни 49 бізде 7-нің квадраты, түбір асты 49 бізде 7-ні береді бізге. Яғни логарифм 5 негіздегі 7-ні жазайық. Ол бізде денемек осы сан. 5-тің логарифм 5 негіздегі 7. Енді бізде тағы да бір формула бар. Егер сан және логарифм а негіздегі b, егер осы сандар бізде бірдей болса, олар қысқарып кетеді және бізге b санын береді. Яғни бізде мынақты 5, логарифм 5 негізде 7. 5 пен 5 тең, яғни біздің жауабымыз 7 болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоға комментарий қалдырып жазыңыздар. Көп рахмет сізге.